Арт-терапия қағидаттарының бірі бұл оқушыны өзінің шығармашылық жұмысы арқылы қорытынды жасауға бағыттау болып табылады. Осы тұста Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейне әңгімесі бойынша оқиғалар арқылы қорытынды жасауға үйрету тапсырмасын ұсынуыңызға болады. Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейне шығармасын меңгерту үшін арт-терапияның оқушы өзінің шығармашылық жұмысы арқылы түйген қорытындысын жасай алады деп берілген қағидаты 3D әдісі арқылы іске асырылды. Ақшолақовтың әдеби шығармалардың бейнелерін, композициясын, тірек эпизодтарын талдау арқылы мұғалім оқушылардың оқиғалардың жалпы мағынасын, автордың идеясын терең түсінуге жетелейді деген пікірін негізге ала отырып, ол үшін шығарманың композициясын, образдар жүйесін, оқиғаның орны мен уақытын талдай отырып, тұтас емес мәтін түрінде ұсыну оқу мақсаты таңдалды. Оқушыларға шығарманың бөліктері ұсынылып, соның негізінде түйген қорытындысын тұтас емес мәтін түрінде ұсыну тапсырмасы берілді. Тұтас емес мәтінді изотерапия, яғни саусақтармен қағазға сурет салу арқылы жүзеге асыру тапсырылды. Себебі бұл оқушылардың арасында ынтымақтастықты күшейтеді және креативті ой ұсынуға баулып, шыдамдылық пен ұқыптылыққа үйретеді. Бұл басталуы және дамуы. Бізде басталуында Ләйланың Аймен сырласуы, ал дамуында Ләйлаға Хатираның мазақ етуі берілген. Егерде біз осы бүкілі қағаз бетінде саусақпен салды, яғни бұл кезде біз алдымен ең басында Ләйла Аймен сөйлескен адам және ол өзінің дос қалайтынын, яғни елес түрінде салды. Және осы бастаудан кеткеннен кейін дамуында әрі Ләйла өз үйіне кеш оралғанда оған Хатира ұрса бастайды. Және бұл жердегі біздің басты идеямыз, Дамытқан идеяларымыз, дамытқан идеямыз, что Ләйла өте дос керек екені және жақын адаммын, мен өзім ашқысын келіп айтқан. Бірақ та ол өзінің адамдар рухымын деп ойлағандықтан, ол ешкімге ашыламайды, сондықтан да өкілесе біреуді жүреді және өзі адам секілді саналады, себебі өзі мүгедек болады. Яғни, мен бұны қалай дәлелдесем болады? Біз бұны Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейнесінде, әңгімесінде біз Ләйланың Аймен қалай сырласқанын және не туралы сөйлескенін оқи аламыз және осы кезде біз оның пейзажын көрсек болады. Және ол өзінің іштей дос санайтынын осы әңгіме арқылы білеміз және дамуына келетін болса, что Ләйла үйіне келгенде Хатира ұрсады және ол Хатира өзінің сіңілі бір адам санамайтынын айтуға болады. Және қорытындылай келе, осы дәлелдер арқылы біз Ләйла өзі дос керек екені және оған өзінің туған әпкесінің өзі жақын емес екенін білеміз. Енді сіздер не алдыңыздар өз өмірлеріңізге бұдан? Өз өмірімізге ма? Не ұқтыңыздар, не дедіңіздер? Ешқашан да сыртқы бейнесінен адамды келеміз демеу және мазақтамау. Ең басты адамның несі жүрегі, иә? Сіздер соны айтқыларыңыз келді, иә? Жақсы. Мәңгілік баланың шығармасындағы шиеленісуі, яғни бұл жерде біз Ләйланың Хатирамен бірге тойлап беріп, тойда бірге-бірден қуанып салғанын және осы басқа ауылдың басшылары оны ерекше адамдардың қатарына қосып қалаға алып кетуге келгенін көре аламыз. Жақсы. Айыл түстінде айыл біргесі болсын. Ол жерде абайлардың сөз айтып ақыл қайрат жүрекке бірдей ұста, қолдан қол қаласын елден деген, яғни өзіңді алып шығап тек Жақсы, рахмет, жарайсыздар, отырауыңыздар. Енді осы жерде оның ойлаған жігіті бұл дәрісіңіздер Бізге берген тапсырма Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» деген шығармасы шарттаушылығының басты мәнін айтты. Біз даму деген зат ол
қанша қиындықтарға бетпе бет келсе де Лейла соңында көтере алмай тұрған болатын. Өлім аузында болды. Олар ешқандай адамнан туған әкесі қайтарадан да ешқандай ешқандай жұлып келген жоқ, ешкім ол туралы байқаған жоқ. Оның жағдайына бәріне болды. Тек қана дәрігер кеткені болмаса, асхатта ешқандай ем жүрген жоқ болатын. Осы суретте біз бейнеледік. Лейланың өзі төсекте айтып жатқаны ол жалғыз бөлмеде екенін, мына кухня саласың, бөлме салқын, ешқандай жылудың жоқ. Және де ол мысықты біз кішкентай мысықты біз Лейлямен ассоциация жасадық, яғни сонымен теңестірдік. Ал оның артында тұрған көлеңкесі ол Лейла өзінде кішкентай болса да оның мінезі, адамның қорғаншылық қасиеті, төзімділігі өте үлкен болатын. Бірақ та бұл қара түске боялып, ол өте шаршағанын, өмірден көп қиыншылық көргенін, өмірге деген жек көріштің өкпесінде. Бұдан енді сіздер не ұқтыңыздар? Еш нәрсеге қарамастан адамның өмірге деген құлшынысы арта беру керек, мақсаты көбейе беру керек. Соны ұқтыңыздар, жақсы отырғаныңыздар. Роза Мұханованың бұл мәңгілік бала дүние атты шығармасы қазақ әдебиетіндегі өте терең мағыналы әрі оқырманға деген терең ой жеткізетін өте ауыр психологиялық шығармалардың бірі. Бұл туындыны автор оқырманға жеткізу барысында Лейла атты егерден мәңгілік бала дүние қалпында сақталған жан ретінде болды. Ол кітаптың осы семьяда полигонна жарылысынан зардап шеккен кейіпкерді мысалға алуда оқырманға табиғатты аялап, осы экологиялық проблемаларды, табиғатқа қастандық жасалмау керектігін, оның бізге аманат екенін жеткізгісі келді. Ал осы идеяның басты мәселесі оны қолмен ой арқылы жеткізгіміз келді. Яғни бұл суретте біз көріп тұрғанымыздай Семей полигонының жарылысының қарапайым халыққа деген орташылығы, яғни табиғатқа деген зардаптарын көре аламыз. Қорытындыға келе адамның табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтар күні жоқ екенін айтқымыз келді. Ал оқиғаның сюжетін айтар болсақ, шешімі қалай аяқталған? Шешімде Лейла өмірмен қоштасқан болатын. Және табиғатты сүрете керек. Демек, автор сондай осы шешім арқылы сондай ойды жеткізгісі келді бізге, авторы. Сіздер соны осындай сурет салдыңыздар. Енді бұдан шыққан қорытынды қандай? Біз не істемеуіміз керек? Бұндай табиғатқа қиянат, қастандық жасамауымыз керек. Сіздер өзіңіз сондай идеяны беріп тұрсыздар осы сурет арқылы.